келтеңі. Бірінші бөлім. Телефон шырылдап қояр емес. Айым бір қарады да қайттан жатты. Қоңырау шалып жатқан пәтердің қожайыны екен. Тағы пәтер ақшасын сұрап жатқан болар. Қайдан табамын енді? Кімнен көмек сұраймын? Кім көмектеседі? Ақша алатын ешкімі жоқ. Бәрінің сенімінен шыққан. Енді таныстарына, туған-туыстарына хабарласуға бет жоқ. Ойының бәрі жан-жақта. Не істеп қойдым мен? Қалайша алданып қалдым? Енді қалай күн көремін? Балаларымды қалай жетілдіремін? Жап-жақсы жұмысынан да айырылдым. Енді қайда тұрамын? Ақымақ басым-ай, қайдан ғана жолықтым сол Сәбираға. Сол күн қайта келсеңші, мұндай іске бармас едім. Не істеймін енді? Қайттым. Ойында мың сан сұрақ. Бірақ осы сұрақтың ешбіріне жауап таба алмай отыр. Ойын қасына келген балалары бозып жіберді. Анашым, қарнымыз ашты. Оларды жақтырып отырған айым жоқ. Өз ойымен әуре болып отырғанда, бұлар да жағаласып тұр. Ашуланған айым, не деген тоймайтын баласыңдар? Қайдан аламын үнемдеп жесеңдерші? Ертеңгі күнді ойлаңдар, айналып келіп тамақ деп дегбірімді қашырдыңдар ғой. Тамақтан басқа бір нәрсе білесіңдер ме? Ойнаңдар барып деп жегіп тастады. Анасынан сөз естіген ұлдары қайта теледидар алдына барып жайғасты. Балаларына қараған айым жүрегі ауырып кетті. Балаларымның не нәрсені кінәсі бар? Мен ғой кінәлі. Ана Сәбираға сенбеуім керек еді. Енді отырмын бармағымды тістеп. Қалайша бұлай алданып қалдым екен деп отыр. Не де болса тұрайын, бала-шағама еге болып тамағын жасайын. Қарындары ашып қалды ғой. Әбден ішіп жеп қалған ұлдар жоқшылыққа шыдай алмай отыр. Құр нанды тамақ сынбайды. Қашанғы жатамын? Тірі адаммын, ізденейін, көрейін. Қайта өз-өзімді қолға алайын деді. Ас үйге барып, үйдегі барымен базар қылып тамақ жасады. Балалары аш адамдай тақылдатып жеп қойды да, көңілдері жайланып қайта кетті. Бүгін енді осылай тамағын бердім. Ақша таусылды. Ертең не беремін деп тағы ойға шомып кетті. Айым бір мекемеде айлығы жақсы жұмыс жасайтын, өзі әп-әдемі, топ-томпақ, бетінде бір әжімі жоқ, әппақ келіншек еді. Жолдасымен балалары кішкентай кезде дәм-тұзы жараспай ажырасып кеткен. Балаларын қалдырмай өзімен алып кетті. Жалғасы бар.